Салем бердік Қазақстан. Қалдарың қалай? Hi guys. We are going to the ocean and Ablekan is still holding it down. The camera is down. So yeah, be with us. You will see a lot of cool things. We will just be near the ocean. We're not gonna do much, so you will see what it is. You will see what it is. What I mean, okay? Әне, окей деген яма деген сөз ғой. Сөйтіп бір сөзден үйренесіздер. Қалайсыңдар достар? Біз бүгін тағы да міне шығып бара жатырмыз, тағы да қаңғырып бара жатырмыз. Қаңғыру деп айтуға келсе, егерде Айдананың инстаграмдағы әрбір десең. Бүгін біз Санта-Моникаға бара жатырмыз. Санта-Мониканы сіздер бұған дейін тұрақты көрермендер бар болса көрген боларсыздар. Айтпақшы GTA сүйер қауым болса, дәл сол Санта-Моникадағы Пирс GTA ойынында бар, GTA San Andreas'те бар, және де GTA 5 ойынында бар. Сондықтан GTA сүйер қауым бізбен болыңыздар, және де біздің тұрақты көрермендер бізбен болыңыздар. Қызық болады деген үміттемін. Кеттік! Ары-бері айналып жүрміз, өйткені қазір кептеліс болып жатыр. Сондықтан кішкене қаланың ішімен сыртымен орталыққа кіргізіп жіберіп сөйтіп жүргізіп жатыр да. Соны айтайын дегенім, да қараңыздар, мынау тұрған міне тұрғын үй кешені бар ғой. Дәл біздік сияқты, сыртын қараңыздаршы. Міне бүйтіп көрсетейін. Міне қараңыздар, міне тұрген ғой міне. Байқасаңыздар, дәл біздікіндей. Неге десеңіздер, бұл Медичи деп аталады. Және де біздің Арсений, Медичи, Да Винчи, Ферранте ма, сосын тағы, сосын Пьеро деген бір 5-6 тұрғын үй кешені бар да, бәрі бірдей, себебі бәрінің иелері бір. Бір нәрсе сұрайыншы, бұл вообще Қазақстанда отырған, просто так влог отырған, қарап отырған адамдарға қызық па? Именно осы информация? Бегірек етіңіздер, айтып кетіңіздер. Именно дейсің, қызықсың сен, братишка. Қызық деп жазыңдаршы бәрін. Кеттік ары қарай. Мынаны қараңыздар, терезе жуып жүр. Неше түрлі адамдар андай бар ғой. Біз жақта болатын еді ғой, не? Тадаң! Міне достар, біз келіп қалдық, жақындап. 2 минут қалды. Міне бетіп айналып барып тұраққа барамыз. Біз әрдайым қоятын тұрақ, өзіміз үйреніп қалғанбыз. $15. Мынау міне Айдана артта отыр. Yeah guys, so we are almost here. The parking costs how much? $15. And it's a flat rate. Flat rate means you just pay $15 and that's the maximum amount. So yeah, today we're gonna learn a new word. Today we'll learn hi, bye, okay, and then another word is gonna be what? No. No. Түсіндіңіздер ма? No деген жоқ деген сөз десең. Міне, Санта-Моника пирсы дәл алдымызда тұр. Осы жер GTA ойында бар деп айтқанымдай, GTA фанаттары бар болса қараңыздар. Тек ойында ол... GTA ағылшынша GTA деп айтама? Иә, айтпақшы, Америкаға келіп жатқан болсаңыз, біреуден сұрасаңыз, GTA ойнадың ба десеңіз білмейді ешкім. Осы жақтағылар да, яғни. Себебі GTA деп айтады GTA-ны. Мысалға FIFA-ны FIFA деп айтады. Жоқ ойнайдан FIFA деп айтады шығар. FIFA-ны білмеймін қалай айтады екен, сокер дейм екен. Soccer game. Ладно, ол қызық емес, бірақ та GTA-ны GTA деп айтады. Міне, GTA 5-ті GTA V деп айтады, 5 емес. Өйткені 5 V деп тұрады. Да? Жоқ, ойдан шығарасың. Міне, Санта-Мониканың алдында адамдар анау-мынау сатып тұр. Осылар қанша табады екен, күніне маған қызық. Нормально деп жүр. Қараңыздар, адам көп бүгін, себебі бүгін... Суббота. Жоқ, бүгін... Жұма. Friday. Guys, today is Friday. Friday дегеніміз жұма. Ал сенбі күнін Saturday деп айтамыз. Saturday деп жазылады. Saturday дейді салсаңыздар болады. Saturday. Міне. Қарауыңыздар ма? Болдыңды. Жоқ. Сосын айтпақшы бір қызығы, жаңа мысалы кетіп бара жатырмыз ғой. Сөйтіп не андай? Сол жақ жолда тұр да, паркинг деп $30 дейді, и оң жақта тұр, паркинг $10 дейді. Қызығы адамдар андай түсінбейсің. Қалай сонда болып жатыр ғой?
Oh, I see you деп айтатын еді бұрын айдан. Қазір айтпай кетті. Қараңыздар. Мынандай океан емес, андай. Не басқа океан бар ма не тағы? Әдемі нелермен. Is Is it closed? Мүмкін емес. Бірақ шын. Мүмкін емес, бірақ шында. Кеттік. Паркингқа бара жатырмыз. Тұраққа бара жатырмыз. Міне Санта-Моника пирсы. Santa Monica Piers. Қазір сіздерге пирсті көрсетеміз, сосын андай не жаяу жүргіншілер жүретін жолды көрсетеміз. Кәдімгі Сосын әдемі қолды көрсетеміз. қол. Міне. Сосын шоппинг молды көрсетеміз. Достар, айтпақшы осы міне пирс бар ғой GTA-да, иә? И осы не тұрақ бар ма GTA-да? И бар болса ол жаққа көлік қою қанша тұрады, білесіздер ма? Көлікті қойдық. Енді барып тұраққа төлеу керек. Тұраққа төлейтін валидатор алыста ана жақта. Сөйтіп оны төлейсің да, сосын қайттан алып келесің нені, қағазды, чекті. Ой, кэш болмады ма не? Негізінде кэш болмады. Кэш деген қағаз ақша. Негізінде Санта-Мониканың осы паркингі бар ғой, тар. Қараңыздаршы мынау, көліктер қалай бір-біріне жабысып тұр. Мынаны қараңыздар. Сосын осы жақта андай жағдай көп болатын сияқты, біреу есігін ашып, қасында тұрған көлікті тарс еткізуші. Есім бе? Hello. Міне қарасаңыздаршы қандай орын тар. Орын жоқ қой, мына жаққа сыймайды ғой адам. Және не неткенде есік ашқанда бүйтіп бір-бірін көлігін соғу деген жиі болатын сияқты осы Санта-Моникада. Міне мынандай валидаторлар тұр. Осы валидаторларда төлейсіз. Істеп тұрған жоқ сияқты. Істеп тұр. Тіл таңдаңыз дейді, қараңыз. Ағылшын тілі, испан тілі, неміс тілі және француз тілі бар. Неге қазақ тілі жоқ? Акимат қайда қарап жүр деп әңгіме шығарсам бола ма? Болмай ма? Ұзақ жұмыс істейді екен бірақ. Егер сізде қағаз ақша болса екен ғой, қағаз ақша болса ана жерге төлесеңіз болады. Енді қазақ ақша деп атасаңыздар болады. Теңгені. Бізде тұраққа төленді деген қағаз бар. Міне қараңыздар достар. $15 тұрады осы қағаз. $15 ол қанша? 7 мың теңге ма? Шамамен 7 мың теңге сияқты ойлаңыздаршы тұраққа. Міне достар, қараңыздар, сағат қазір 6-дан 47 кетті, яғни 7 десек те болады. Біз мына жақта ары кетсе бір жарым 2 сағат боламыз. 2 сағат үшін 7 мың теңге. Ойламаш. Осылай панельге қойып қою керек. Тексеретін жағдайда осы жерде тұру керек төленді деген. Міне қараңыздар, басқа көліктерде де дәл солай панельде тұр. Сондықтан сол. Егер төлемесеңіз көлігіңізді алып кетеді. Айтпақшы достар, жаңағы чектің сыртында ешқандай ақпарат жазылмайды, яғни қандай көлік, қандай орын екеніші, тек қана төленді және уақыт жазылып тұрады, түнгі 2-ге дейін деген. Сосын алдында біз бір рет ошаққа келіп төлейін деп тұрған кезде бізге бір адам жақындады да, мені сатып аласыңдар ма? $5 деді, ол кезде $10 болды ма паркинг сондай. Жарты ақшасына. Ол яғни өзі төлеп, сөйтіп жарты ақшасына сатып жерді бізге. Біз сатып алдық, е? Біз сатып алдық. Негіз дұрыс емес дедік. Енді олай істемейміз. Санта-Моника, қараңыздар, Айшаға ұнап жатыр, әне деп сәлем деп жатыр бәріне. Президенттер болады, бүйтетін. Халыққа бүйтіп деп, сол сияқты. Ал міне дәл осы баспалдақтан көтеріліп, біз Санта-Моника пирсынан бір шықтық, достар. Міне ар жақтан да келсе болады. Көпір жақтан, бірақ о жақтан келу үшін көлігіңді сол қала жаққа қарай тастау керексің. Яғни көшелер жаққа қарай. Мінекей Санта-Мониканың пирсында кетіп бара жатырмыз. Мына жақта адамдар шариктар сатып жатыр. Мына жақта гүлдер сатып жатыр. Жалпы неше түрлі нәрселер сатады. Қараңыздар, мына жақта қаншама қолға тағатын браслет, үйге қоятын сувенирлар, андай пілдер. Мынандай кезінде ақша алып келеді деп ойлайтын едік қой. Естеріңізде ма? Кішкентай кезімізде. Үйде болды ма мынандай? Қарным сыймайтындар. Болды ғой. Бізде де болды, бәрінде болған сияқты. Сосын ағаш болады, андай тиын ілетін білесің ба? Сосын бақа болады. Соның ауыздарына тиын салып қоятын едік. Мынандай чорос деген бар. $4 тұрады. Мексикандықтардың сүйікті андай бір несі, тәттісі. Біздің не сияқты ғой?
бауырсақ сияқты. Иә. Міне Санта-Моника, ар жақта мұхит. Мына жақта Playland деген бар, кішкентай балаларға арналған ойнайтын алаң. Біздің не сияқты ғана? Babylon, Happylon деген бар ғой, сондай сияқты. Бақшы Санта-Моника пирсінің тағы бір ерекшелігі, бұл жақта біздің ана Арбат сияқты бар ғой, кезінде гитарада ойнап отырады, біреу қазірде бар шығар, мүмкін, мен білмеймін. Гитара ойнап отырады, біреу өлең айтып жатады, біреу билеп жатады, сөйтіп алдына андай шапкасы, қалпағын қойып қояды, тағы сумкасын қойып қояды, ақша салсын депші. Дәл осы Санта-Моникада да сондай адамдар өте жиі кездеседі. Мысалға қараңыздар, Рианна өлең айтып жатыр десең, гитарада, барабанда ойнап жатыр. Қасында Рианна көрінбейді ғой, Рианна көрінбейді қасында. Мені подъездға шақырды. Адамдар ақша тастап жатыр, көрдіңіздер ма? Мынандай киімдер сатады, қараңыздар, неше түрлі Санта-Моника тақырыбында. Айтпақшы, мына жерде не бар еді ана? Әйгілі 66-шы шоссе деген өте көп киноларда кездесетін, ол ана жақта екен, алысқа кетіп қалыппыз. Міне, мынау қазір бөлек айтайыншы, ерекше қылып айтайыншы. Ал GTA сүйер қауым, дайынсыздар ма? Сіздер үшін ерекше таныстырып жатырмын. Қарсы алыңыздар. Міне Pacific Park деген, бұл деген сол GTA ойынында бар парк. GTA ойнайтындар білу керек, міндетті түрде GTA 5-те де бар, GTA San Andreas'те де бар. Міне қараңыздар. Дәл осы жер, дәл осы пирс. Ана жақта бір қызық бір нәрсе болып жатқан сияқты, қазір барып көреміз, о жақта адамдар жиналып апты. Міне, ал іші туралы айтатын болсақ, бұның ішінде аттракциондар бар, неше түрлі. Әсіресе GTA сүйер қауым білетін, ол міне колесо обозрения, қараңыздар. Міне. Мынау міне айтып тұрған сіздерге 66-шы шоссе. Міне. Бұл да бір андай адамдар суретке түсуге келетін жер болып саналады. Міне андай киноларда болатын неше түрлі ойындар бар ғой, ақша төлеп ойнайтын ойындар ғой. Бірақ біз бірнешеуін ойнағанбыз, ешқайсынан ұта алмайсың. Ұта аласың, бірақ қиын ұту. Міне не? Колесо обозрения. Сосын мынандай аттракцион бар екен, неше түрлі. Міне американский горки бар екен. Айтпақшы, GTA-да американский горки тоже бар, білесіздер ғой. Бірақ бұл жақтағысы андай қатты қорқынышты емес. Билеттердің бағасын айтатын болсам, қараңыздар, Unlimited деген, яғни шегі жоқ, $20, 7 жастан кішкентай балаларға, 8 жастан үлкен адамдарға $40 екен. Яғни $40 төлеп, кез келген аттракционға қанша рет отырғыңыз келсе де отыра бересіздер. Ал бөлек-бөлек отыратын болсаңыздар, мысалға, міне, колесо обозрения $12 тұрады, американский горка $12 тұрады, және ең арзан $6, ең қымбаты $12 екен. Американский горки. Ананың үстінде Карл Джонсон отырса, Достар, мынандайшы парктың ішін түсірем деп айдыналар жоғалтып алды. Олар ар жаққа кетіп қалған сияқты. Міне, мынақта біреу билеп жатыр, тағы да өлең айтып жатыр. Міне. Жаңа мына жерде қалпы адам түреді ғой. Кетіп қапты. Соған қарағанда біреу выступать етті да, сөйтіп выступлениесін бітірді. Кеттік ары қарай. Міне, мына жақта біреу скрипкада ойнайын деп жатыр. Скрипкасы прозрачный екен. Қараңыз. Тағы да не, қандай қызықтар болса айтып отырамын. Міне, мына жерді білесіздер ма? Мына жерде GTA-да бар. Кішкене достар, мына жаққа қарай барған сайын тыныш, ар жақ айқай шу отыр еді. Біреулер өлең айтып жатыр, біреулер билеп жатыр, біреулер скрипкада ойнап жатыр деген сияқты, біреулер барабанда ойнап жатыр деген сияқты. Мына жақта ешкім жоқ екен. Жоқ, мына жақта біреу бір нәрсе көрсетіп жатыр. Сиқыр көрсетіп жатыр, көреміз ба? Кеттік. One ring here.
One ring. Second ring here. And a third ring. Did you kids see the ring trick? Oh, you did. Did everybody see the ring trick? Now, if you folks want to see the next trick, say Мен біліп қойдым yeah. достар. Ана бүйтіп сол қолмен ұстап тұр ғой, соның астында не бар? All right, wonderful. Now, Ашық let's жері see бар. here. How about Сол the жерге gentleman over өткізіп here? жатыр, Have we met before? Сіз қалай We have ойлайсыз? not met before, correct? Негізі фокус деген андай нәрсе ғой, бір адамға қайта-қайта көрсете бермеу керек. Ананың алдына кішкентай балалар тұрып алғанда қайта-қайта қарап, қайта-қайта қараған сайын енді адам бәрібір тауып алу, біліп қою несі пайызы ұлғаяды ғой, иә. Сол кеттік ары қарай, міне мынау пирстің аяқталатын жеріне де келіп қалдық. Ол жақта пирс аяқталғаннан кейін бізде шексіз мұхит достар. Қазір сіздерге көрсем. Мұхит деген баланы танисыздар ма? Соны көрсем десең. Міне. Не істейсің жүре? Кайфовать етіп жатырмыз, қарап океанға. Мына жерде бірақ кішкене андай күшті өлең айтатын адам болғанда вообще кайф етеді. Атам отыр. Қандай өлең айтып жатыр? Міне ата гитарамен өлең айтып жатыр. Гитарасының басы жоқ екен, қараңыздар. Настройка жасайтын құлақтары жоқ екен. Міне дәл мына жерде Санта-Моника пирс. Атам әннен жіберіп жатыр. Дауысы күшті екен негізі атаның. Қандай кантри ма жанр? Әлде басқа жанр ма? Кино өлеңдері андай киноның саундтректері сияқты екен. Мына жақтан достар күннің батуына қарап тұрса болады, қараңыздар дәл қазір. Мен міне камерамды қойып қойдым, өзімнің телефонымды таймлапс тұрып жатырмын, қараңыздар. Айданалар ар жақта жоғарыда отыр, концерт көріп жатыр. Достар, байқасаңыздар, күн батып қойды да, мына жақтан ай шықты. Саған бір сұрағым бар. Неге батып кеттің? Қалай? Енді күн батып кетті ғой, сен батып кеттің деп жатырсың, неге? Бірақ сен ағамдікі қате кетті. Аллилуйя деп. Ана иттің несін қарасаңыздаршы, ана іліп қойған брелок па бір нәрсе жанып сөніп. Достар, қараңыздар, күн батып, міне қазір сумерки болып жатыр. Сумеркиден кино көрдіңіздер ма? Ана жақтан кино көрсетіп жатыр телевизордан десең. Адамдар азайып жатыр. Жоқ, азайып жатқан жоқ енді, бірақ бағана дәл осы жерде күннің батып жатқанын түсіріп алуға келген және сол жерде фотоға түсуге келген адамдар өте көп болды. Дәл қазір азырақ Айша ана жерде өзіне құрбы тауып алды. Екеуі ойнап жатыр. Сол міне осындай Санта-Моника пирсы, тағы да не көрсетеміз. Қазір егер төменге түсіп жол жақпен жүретін болсақ, сол жақта да көрсетуге тырысамыз. Егер түспесек, демек түспедік десең, негізі күн салқын екен. Мен тонып бастап жатырмын. Негізі мен шортымен және футболкамен шықтым. Үнемі океанға сөйтіп шығам. Міне Айша өзіне құрбы тауып алды. Ойнап жатыр. Міне мұхит. Астында да адамдар бар екен, балық аулап жатыр. Мұхиттың балығы ерекше болады дейді ғой достар. Бірде-біреуінде балық көріп тұрған жоқпын, ұстап алған. Ешкім ұстамаған сияқты. Айданаларға бір нәрсе сатып жатыр. Осылай сыртта жүріп сататындар да болады. Косметика сатып жатыр, косметика. Ау! Айша таңғалып жатыр, вау деп, ана неге колесо обозрения.
айтпақшы, иә, осыны ұмытып кеттім ғой, достар. Түнде, кеш батқаннан кейін, күн батқаннан кейін колесо обозренияны қосып қояды, әдем болып тұрады. Ол жақта неше түрлі жазулар шығады, суреттер шығады деген сияқты да. Міне қараңыздар. Міне. Қазір жақынырақ түсірем бар. Okay, look. Кет қараңыздар. The cards are different. Okay, it's not classic. Фокус көрсетіп жатыр бізге. Okay, got it. Жаңа мына кісі көрсетті, Айданаға біз телефонға түсіріп алдық, күшті, сосын оған $5 бердік. Okay. Are you sure this one? Yes. Are you sure? Yeah. You don't want to change? No. Are you sure? Yes. 100%. Okay. It's the king of diamond. Қаяқтан біледі? How you did that? You want to do it again? Yeah. With another card because the king is too easy. King is too easy. King is too easy? Okay. Қалай істейді, қалай біледі? What you want? Okay, I want this. This one. Are you Yes. sure? Yes, I am. Okay. It's the 9 of diamond. Yeah! Қалай жасайды, иә? Картан бәрін жаттап аламын екен, Avec celui-là comme toi. How did you do that? Do you know the secret? I wasn't paying attention. I think I know a little bit though. Мына қараңыздар, фокусникқа көрсетіп жатыр. This one. Yes. The 10. Фокусник. The 10 of diamond. Шумайды деп екеуі Very good. Таптı mı? Yeah. Yeah? You think you know? Кел, Айша. I mean, is it hard? Міне, достар, жақынырақ келдік колесо обозренияға, қараңыздар. Бірақ та шыны керек, бұл колесо обозрения андай кәселенуге ма? Қалай? Кәсетлуге. Кассета көруге десең, кәсетлуге ыңғайсыз, себебі андай емес, жай жүріп тұратын колесо обозрения емес. Бір жағынан отырасында, сосын тез жүреді, тоқта қалады. Басқа біреулерді отырғызады, тез жүреді, тоқта қалады. Басқа біреулерді отырғызады, сөйтіп бір сіз отырғаннан бір 7 рет тоқтап, сөйтіп қана қайттан астына келеді. Сондай бір ыңғайсыз өзі. Міне. Сол, біз кеш батты, ары қарай пирстан шығып бара жатырмыз. Себебі жаңа айтқандай салқындады. Жаңа фокус көрдік, неше түрлі нәрсе көрдік. Қараңыздар, достар, тіпті пирстың үстінде пожарный гидрант бар. Мына қараңыздар. Суды мына жақтан аласыз болады ғой. Әрине әзіл. Және не бар? Сандық бар. Мына сандықтың ішінде кит деп айта ма? Кит деп айтатын бет? Yeah. Кит бар осы сандықтың ішінде. Кит деген ол не яндай? Су жануары. Достар, осындай аттракционды білесіздер ма? Я, мен осыны әрдайым көрген кезде айтам. Осы аттракционды бірақ өзім ешқашан тұрмаймын осыған. Қараңыздар, мына жақта 2 минут тұру керек. Жоқ, 1,5 минут тұру керек. 45 секундтан басылады. Бірақ та ақшалай сыйлық жоқ, тек ойыншық екен. Давай тұрайық. Қанша тұрады екен? $10 тұрады екен. Да, тұр. Я, қызыққа. Телефон алдыңыз ба? My husband is gonna try this game which costs $10, which is like 4,500 tenge. And let's check what he wins. And Aisha is cheering for her. For him, not her. He's trying to catch him. Let's see. That's fine, Aisha baby. That's fine, Aisha baby. Papa. Hang on, here we go. Okay, guys, he's going. Let's check what he wins. 1 minut
тұрам деді. 1 минут көреміз қазір енді қанша тұратынын. Да. Күшті. Әкеде. 15 секунд. Давай. 20 seconds. You can do it. 30 seconds. Шаршамасқан сияқты. Think he's tired. But let's see. Let's see what he wins. You won a small prize. Keep holding on to win a bigger prize. Keep it. No. Again to see if you can hold on longer. Айналады екен. Достар, айналады. Кел, Айша, қайсысын аламыз? Кел, сыйлық аламыз, кел. Айша ойыншық таңдап жатыр. Да? Басынан жаймен айнала береді да, қолын жаймен аяғы. Аха. Пока басында ұстай аласың, жай айналады ғой. Иә. Ұстай аласың, и уже қолың былай тұрады ғой, басында бүйтіп ұстай аласың. Бүйтіп кете береді. И соңында сөйтіп кетеді дешеңші. Енді бәрі сөйтіп жатыр ғой, потому что бәрі 45-47-тен қайтып жатыр ғой, значит, есть. Ей, неміз қайда, коляскамыз қайда, тастап кеткенбіз ғой. $10 мынандай сыйлық алдым. Негізі тренировка жасасаң тұруға болады, әрине. Қайсы Айшандай ойыншығы? Ане қарса қолы жаймен тая бастайды. Мынаны қараңыздар, достар, мафия ойнап жатыр адамдар. Көріп тұрсыздар ма, не? Отырып алып. Город спит, қала ұйықтайды. Міне мынау не деген әдемі қыз. Сен ба Айдан? Да, сен ба Айдан, в смысле? Айдан, ты некрасивая. Андай ғой, комплимент қой бұл. В коем случае, Міне достар, дәл осы жерден 66-шы шоссе бітеді дейді. Мен так, бұл шын бекен, әлде жай істеп қойған бекен фотоға түсінде. Но немесе типа end of the trial деген андай. 66 деген типа андай знаменитый шоссе ғой. Да? Сен білмейсің ма не 66 шоссе туралы? Шоссені 66 знаменитый ғой. 8 өлеңі бар, короче. Грэмми ұтып алған да. Ей, бір нәрсе, алда. Я көріп тұрсың, апи деп отыр ғой. Қайша деп? Айша шарик сұрап отыр. Міне дәл жаңағына нәрсе алып кетсей ме? Болмаса. Сұраласың ба сен? Міне достар, төмен жаққа қарай түстік. Жағажай жаққа қарай. Міне мынандай құм бар мына жақта. Міне мынау жаңағы пирс. Төмен жақтан қарасаң, және қараңыздар. Маған ұнайтын жалпы осы жақтағы кез келген жағажайда міндетті түрде бір 100 метр сайын, 50 метр сайын міндетті түрде туалеттер болады, дәретханалар болады, әжетханалар болады. Және де қараңыздар мынандай. Неге суға түскеннен кейін шайынып алуға, аяқ шаюға, үстіңді шаюға арналған осындай құрылғылар тұрады. Күшті негізінде, өте ыңғайлы. Ол енді барлық болмаса да бір 90% пляжда бар сияқты. Мен қай пляжға бармасаң да осындайды көргем. Суға түсуге келетін пляждарда, жағажайларда. Сол тағы не айтамыз? Осымен болды, кеш батты, түн батты, бәрібір қазір сүргенмен аса ішінде көрінбейді. Мына жақта адамдар әлі жүр, суға түсіп жатқандар да бар, ар жақта бүкіл движняк болып жатыр. Ал біз, достар, осымен қайтамыз. Қайтқанда үйге қайтпаймыз, біз қазір Айтастарға қонаққа барамыз. Одан кейін үйге барамыз. Себебі Айтастар осы жаққа жақын жерде тұрады. Сол, аман болыңыздар, бай болыңыздар. Қазір Айдына сіздерге ағылшынша бір нәрсе айтады қоштасуға. Okay guys, bye. Бай деген, богатый деген сөз. Айша. Айша құммен ойнап жатыр.